Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2019 жыл жарық көрген «Тыныш тұңғиықта» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Бір бала белсебетпен келе жатып, орман ішімен өтемін деп бұрылып айдайды. Содан оны бірдеңе ұстағандай ұшып кетеді. Джеки атты әйел таңғы асы дайындап, баласына беріп, менің қоңыр ыдысымды көрмедің бе деп сұрайды. Баласы оған бірдеңеге ренжігендей жауап бермей отырады. Мен кештеу келемін деп кетеді. Сол жерде жатып жүрген әкесіне ол жексұрын секілді жасады деген сөздерді айтып, шынымен ренжіп жүргенін түсінеміз. Кейін күйеуі Грегке хабарласып, сені оятқым келмеді, құймақ бар дегенде, Грег мен жеп алдым деп тұтқаны қоя салады. Оның да ренжіп жүргенін, яғни отбасында бір нәрсе боп жатқанын көреміз. Телефонды лақтырып, терезені сындырып алады. Келіп, телефонын қарап, төбеде әйелі іздеген ыдыс тұрғанын байқап, оны алуға барып, ішіне қараса темекі тұқылдарын көріп, баласы жасады деп ойлайды. Психолог боп істейтін әйелі жұмысында дәрісін қабылдап отырады. Грег полиция қызметкері Джастин дейтін бала жоғалып кетті деп, басында белсебетпен жүрген баланы айтып, бұл істі сіз басқарасыз деп тапсырады. Сол жерде одан алдын жоғалған тағы бір бала жайлы білеміз. Белсебет тауып, жан-жағын тінтіп қарауға кіріседі. Жұмыстан келген әйелі асханаға кеп, тартпадағы ас құралдардың, яғни күмістен болған қасық сияқты заттардың жоқ екенін көріп, Конор деп баласын шақырып, бөлмелерді қарап келе жатады. Сол кезде алдынан біреу шығып қалады. Шошып қалған Джеки не істеп жүрсіз деп сұрағанда, Грег терезені жөндеп бер деп шақыртқан екен. Оны жөндеп керек қағазын беріп, Джеки сізге есікті кім ашты деп сұраса, қызыңыз ашты, мейірімді, жақсы қыз деп кетеді. Кім деп таңғалғандай болады. Содан орманда жасыл пышақты тауып суретке түсіріп алады. Қасындағы Спиц атты кісі кезінде Гордон дейтін қылмыскер 6 жігітті жасыл пышақпен көмген. Ол өлтірушіні өзі өмір бойына отырғызғанын айтады. Бірақ тағы жасыл пышақты көріп біртүрлі болып қалады. Ыдысты жуып жатып, теледидар өзінен өзі қосылады. Джеки кеп пультпен сөндіреді. Кейін қайта қосылады. Дауысын төмендетіп тұрғанда күйеуі кіріп келеді. Терезе жөндеушінің бастығына шағым айттым. Себебі күмістен болған ас құралдарымыз жоқ болып кетті. Сол ұрлады деп ойлаған екен. Кейін Грегті бір дәріні қабылдап, баласының бос жүрген кішкентай жануарын көріп, сен қайдан жүрсің деп артынан барады. Ол тоқтамай жүре гардероб бөлмесіне кіріп кетеді. Оны ұстаймын деп еңкейіп кіргенде есік жабылып қалады. Баласы деп ойлап, Конор аш дейді. Біреудің көлеңкесі көрінеді. Конор аш деп есікті ұрады. Сонда әйелі мұнда не істеп жүрсің деп есікті ашады. Сенше дегенде мен дыбысты естіп келдім дейді. Баласын сұраса, ол кетіп қалды деп жауап қатады. Содан түнде дауыстардан оянып, жаймен кеп қараса, баласының бөлмесінде ойынның дауысы шығып жатыр екен. Оны өшіріп, киімдерін реттеп жатып, кереует астынан бірдеңе байқап қалады. Сонда баласы мен су ішіп келдім деп келеді. Кереует астына бір темір қуыршақты көреді. Ал Грегтің көрпесі тартыла кетеді. Ертесіне жұмысынан хабарласып, төсегі су екенін көріп, бұтына жіберіп қойдым деп ойлап, жинап кір жуғышқа салып жұмысына келеді. Сөйтсе қылмыскер 15 жыл алдыңғы әлгі Гордон жасағандай қимылдап жатыр дейді. Енді Гордонның адвокаты сот үкімінің күшін жою үшін жұмыс істеп жатқан секілді, яғни кінәсіз екенін дәлелдеу үшін. Ал Спиц болса, Гордон педофил, ол кінәлі. Оның көлігінен бірнеше пышақтар, үйінен балалардың киімдері табылған болатын дейді. Трэвис пен Бруно атты балаларды іздеп жатыр. Олар 15 жыл алдын сол Гордонның шабуылынан аман қалғандар екен. Мүмкін олар Гордонның қорғауын бұзатындай бір детальдарды есіне түсірер дейді. Сөйтіп Томми Бруноның үйіне келеді. Бала үй артындағы бір қоймада өз ойыншығын істеп отқанда Спицке Томми, бұл менмін, есіңде ма деп келгенде, ол танып түрі жаман болып кеткен бала жоқ деп жылап шыңғырады. Содан амал жоқ, оның бұрынғы аудио жазбасын тыңдап отырып, бала ол бізде темір жолда бақылады, ал бетінің жарақатын кішкентай үйден кейін болды. Ол сиқырлы үй, ол жоқ болып кетеді, оны ешқашан таба алмайсыздар деген сөздерін естіп, фотоларда қарап отырады. Джекидің Тод дейтін ғашығы кеп, серуендеп келейік дегенде, үйде балам бар, сенімен болғым келмейді деп кетуін қалайды. Яғни осы көңілдесін үйіндегілері біліп, соған ренжіп жүргенін түсінеміз. Ал Тод өз сезімін айтып жатқанда басына ыдыс түседі. Төбеге қараса, терезе ашық тұрады. Басы жараланып, телефоны түсіп қалады. Оны жертөлеге әкеп отырғызады. Тодтың басына орамал басып, Конор кеткеннен кейін ауруханаға апарамын дегенде, Тодтың нөмірінен қоңырау шалынады. Сен қазір маған қоңырау соғып жатсың, телефоныңды бір жерде қалдырдың ба деп тұтқан алады. Жауап болмаған соң қоя салады. Сонда тағы соғылады. Алғанда музыка шығып, әуенді танып жоғары қарайды. Келіп, оны өшіріп, Конордан сен қостың ба десе жоқ дейді. Шатырда да баласы болмаған сұрап
білет. Сөйтіп Конорды мектепке апарып тастамақ боп жолға шығады. Тоддың басы қанап, ол бірдеңе аламын деп шкафты ашқанда оның басынан біреу ұрып құлатады. Ал гректер орманда талдарға байланған жіпті табады. Джастиннің ұшқаны сол жіп тоқтатқанын білеміз. Баласын апарып келген Джеки Тодға келсе, оның талып жатқанын көріп қорқып қалады. Кейін жұмыстан оралған күйеуіне беті қан болып, маған көмек бер деп оны жертөлеге ертеді. Тоддың өлгенін түсінеміз. Екеуміз сөйлесіп тұрған едік, басына ыдыс түсті. Қан қатты ақпаған еді. Ол ыдысты Конор ашуланып лақтырды деп ойлап, баласы кінәлі болудан қорыққанын жылап айтып береді. Түнделетіп екеуі мәйітті көлікпен алып кетсе, Конор үйіне қайтып бөлмесіне кеп компьютер ойнауға кіріседі. Ата-анасы орман ішінен жер қазып денені тастайды. Ойнап отырып ол бір дыбысты естіп құлаққабын шешеп, келсе кір жуғыштың ішіне бірдеңе шықырлап жатады. Тоқтатып ашса, киімдерге оралған қасықтарды көреді. Тодды көміп жатып, Джеки мені кешір деп жылап тұрады. Грег оны құшақтап жұбатпақ болады. Ал Конор бөлмесіне оралса, біреу фрогинг деген не деп SMS жазады. Бала кімсің десе, қайтадан фрогинг не екен білесің ба деп сұрайды. Интернеттен қарап, камераға түсіп қалған бір адам бас киімін киіп, үйлерге ұрланып кіретін бір нәрселерді салып жатқанын көрген Конор қорқып көздері үлкейе кетеді. Сол кезде артында анасы кереует астынан көрген масканы киіп алған біреу тұрады. Ата-анасы қайтып келіп, үйінде жүргенде Джекидің шыңғырған дауысын естіп жүгіреді. Келсе Конорды байлап ваннаға тастап кетіпті. Қасында жасыл пышақты байқайды. Джекиларды ауруханаға жіберіп, мен оны табамын деп қалады. Полицияға бала ұрлаушыны біреу көрдім деп хабарласқанын айтып, Грегтің қоңырауға жауап бермей жатқанын жеткізгенде, спецмен оған жолдан кіремін дейді. Ал Грег тапаншасын алып үйінің ішін қарауға кіріседі. Жан-жақты іздеп жоғары көтеріліп, кейін төменде музыка қосылады. Жаймен түсіп, музыка ойнап жатқан жерге келе жатқанда артынан біреу көрінеді. Келіп ешкім жоқ екенін көріп, әуенді өшірмек болғанда айқайлап оны ұрады. Сонымен осыған дейінгі оқиға көрсетіледі. Гараждан көлікпен шығып кеткенде екі жас балалар есік жабылғанша тездетіп ішке кіреді. Біреуі қызды камераға түсіріп жүреді. Оның ер бала екенін даусынан білеміз. Грегтің үйіне кіріп, ішіндегі заттарды көріп таң қалып, барлық жерлерді аралап шығып, кейін үстіңгі қабаттағы қонақ бөлмеге көтеріліп, осында жатамыз дейді. Ал түнде мына жақта ұйықтаймыз деп шатырдың астын көрсетеді. Содан Минди атты қыз бұл деректі фильм кәсіби фрогандардың қалай жұмыс істейтінін көру үшін деп не істейтіндері жайлы айтып отырады. Фрогандар дегені құрбақа секілді әр үйге білдірмей кіріп, біліп қоймау үшін 4-5 күннен артық болмайтынын айтады. Яғни сол үйде өмір сүріп, солардың тамақтарын жеп, ешкімге білдірмей кетіп қалатынын түсінеміз. Сол кезде артынан маска киген біреу жақындап оны қорқытады. Ол қасындағы жігіт Алек болып шығады. Оны осы іске үйретіп жүргенін айтады. Алек қыз ұйықтап қалғанда тәтті түс көр деп үйді араламақ болады. Джеки жаққа келіп қарайды. Төмен түсіп Грегті көреді. Сөйтіп басында Джекиға баласы ренжіп жауап бермей отқан жері көрсетіледі. Ол кезде Алек төбеде терезені ашып темекі шекпек болғанда, қыз оны терезе алдынан кет деп, бұл өте қауіпті, бізді түрмеге отырғызуы мүмкін деп оған түсіндірмек болады. Яғни Алек зергерлік іс болған соң бірдеңе істегісі кеп тұрғандай болады. Сол кезде сынғанның дауысын естіп, жаймен терезеге жақындамақ болғанда, жоғары көтеріліп келе жатқанның дыбысын естіп, екеуі тез айнаның артына тығылады. Грег шатырдан ыдысты алатын кезі екен. Бәрі кеткенде олар жертөлені аралап, киімдерін бір жерге салады, үйді қарап жүреді. Алек телефонына теледидарды өшіріп қосатын бағдарлама орнатқанын айтып көрсетеді. Сонда жігіт олармен ойнайық, яғни сәл жынды қылайық дегенде қыз үзілді-кесілді қарсы болады. Терезе жөндеуші келіп қалады. Сол кезде Алек тартпаны қарайды. Қасықтарды сол алғанын түсінеміз. Қыз жөндеушіні кіргізіп сөйлеп жатқанда Алек видеоға түсіріп жүріп, бір дәріні көріп, біреуін езіп суына қосып араластырып алады. Қыз шақырып тез жоғары көтеріліп тығылады. Сонда сіздің қызыңыз ашты деген сөздерді естіп, енді төмен түспейміз дейді Минди. Содан екеуі телефоны шұқылап отырып, қыз интернеттен Джастиннің ұрланғаны жайлы оқып, көңілі түскендей болып отқанда, Алек оған су іш деп дәрі қосылған бөтелкені береді. Оны ұйықтатып іске кіріседі. Теледидарды өшіріп қосып, кейін Грегті шкафқа қамағанын көреміз. Конор есікті аш деп ұра бастайды. Сонда Джекидің келе жатқанын естіген ол тез кереует астына тығылып масканы киеді. Түнде ұйықтап қалғанда шығып Грегтің көрпесін сол тартып, үстіне дәрет сындырады. Минди оянып далада темекі шегіп тұрған Алекті көріп, кереуетпен не болды десе, күйеуі сүйіп қойдым деп ойлады дейді. Қыз болса, біз адамдарға тиісіп қорқытпаймыз, біз олармен бірге өмір сүреміз деп оның олай жасамауға шақырғандай болады. Алайда Алек оларды жынды болуына итермелемесек, онда істің не мәні бар деп ойынан қайтпайтынын жеткізеді. Қыз өтініп шатырдан түсуін сұрайды. Жақсы деп құтына тастай салғанда Тоддың басына тиеді. Астында Джекилерді көріп ішке кіреді. Мен саған сеніп едім. Оның не үшін істеп жатқанын сұрағанда Алек кешір мені, бірақ бұлай істеген маған ұнайды дейді. Кейін қыз бұл жерде
жерден кетеміз дегенде Алек жақсы деп келіседі. Бірақ киімдері жертөледе қалып кетті деп үйдегі адамдарды бір нәрсе қылып үйден шығару керек дегенде Тоддың телефонын алып алған Алек Джекиге қоңырау соғып музыканы қосады. Сонда қыз жаймен келе жатып тығылады. Джеки жертөледен көтеріліп, Минди төмен түспек болғанда Конор көрінеді. Қайта тығылып екеуінің әңгімесін естиді. Алек те тығылып оларды әйнектен көреді. Олар мектепке кеткенде жертөлеге кеп Тодды байқап жасырынып қарап тұрғанда Тодды біреу ұрып құлатады. Оны ұрған Грег боп шығады. Таяғын сөмкеге салып көлігіне тығып қояды. Сөйтсе ол үйден бір қағаздарды алып кетуге келгенін көреміз. Қыз сөмкені алып кететін кезде Джеки кеп қалып тез қашады. Сөйтіп Грег екеуінің сөйлескендерін көріп, тыңдап отырып көзінен жас ағады. Ешкім жоқта төбеге көтеріліп тықырлаған дыбысы естіп сөмкесін тастап баланың бөлмесіне келсе Конорды талдырып оның қолдарын байлап жатқанын көріп, есің адасқан ба, полиция шақырамын дегенде мен бәрін құртуға жол бермеймін деп қолынан ұстайды. Тиіспе деп шықпақ болғанда құлап басымен ұрылып талып қалады. Сөйтіп баланы ваннаға жатқызып байлап тастап, Миндиді көтеріп Грегтердің екінші көліктеріне әкеліп от алдырмақ боп батырман басады. Бірақ от алмайды. Сол кезде Грегтер Тодды көміп үйіне оралады. Тез басын түсіріп тығылады. Байланған баласын тауып оларды ауруханаға жібергеннен кейін Грег екінші көлікті айдап кетеді. Онда қыз барын білетін Алек маскасын шешіп көздері бақыраяды. Кейін Минди есін жиып көздерін ашып рөлдегі Грегті байқайды. Жаймен сөмкені қарап шоқпарды алмақ болғанда жоғалған Джастиннің киімін табады. Кейін бірнеше пышақтарды көреді. Орманға кеп тоқтап, Грег жоқ кезде көліктен түсіп полицияға хабарласып, балаларды ұрлаушы секілді деп айтып жатып байланыс дұрыс ұстамай қалады. Яғни басында ұрлаушы жайлы хабар келді дегенде осы Минди хабарласқанын түсінеміз. Кейін бір жылжымалы үйді байқап, соған қарай жаймен жақындап, газетпен жабылған терезелердің кішкентай тесігіне қарап, ешкімді байқамайды. Есікті ашып, ақырын ішке кіреді. Бізді шығарыңыз деп өтініп жатады. Шығарамын деп тұрғанда Грег артынан кеп басына пакет кигізіп тұншықтырады. Оны көтеріп кеп көлікке салып Миндидің камерасын байқап, өз үйінде жүрген видеосын көреді. Үйіне қайтып қызды көтеріп келгенін Алек байқайды. Сөйтіп өлмеген қызды есін жиғызып орнынан тұрғызады. Тапаншасын шығарып қызды атып салады. Екінші қаруын алып екі рет атады. Атылғанды естіген Алек балтамен маскасын алады. Тапаншаны сүртіп қыздың қолына ұстатып баланы іздеуге кіріседі. Ал жігіт болса балтамен келіп Миндиді көріп тұрып қалады. Сөйтіп Грег бәрін қарап шыққанда музыка қосылады. Төмен түсіп музыканы өшіретін кезде Алек оған шабуыл жасап екеуі арпалыса кетеді. Аунап жүріп Алектің маскасын шешеді. Ол да бой бермей ұрып, бірақ Грег басымырақ түсіп оны ұрып талдырады. Кейін пышақты өзіне сұғып саусақ іздерін сүртіп жатқанда Алек есін жиып оған қаруды кезеп, сенің кім екеніңді білемін. Сен балалар ұрлаушысың дейді. Сонда Грег ұрлаушы сендерсіңдер. Екеуің мені қорқытып баламды азаптадыңдар. Бірақ мен сендерді тоқтаттым деп бастарына қылмысты ілмек болған жоспарын айтып береді. Алек қарап тұрып, ақыры оны атып тастап, жылайын деп көзіне жас толады. Ол кезде үйіне соғып кетем деген Спицки ешкім шықпаған соң есікті бұзып тапаншамен кіріп келеді. Өліп жатқан Грегті көріп, Алекті байқап, оны атып иығынан жаралайды. Алекке жақындағанда детектив Спицки деп танып атын атайды. Яғни кезінде аман қалған екі баланың бірі Алек екенін түсінеміз. Сөйтіп полиция қаптап ормандағы көлікке кеп балаларды босатады. Басындағы сиқырлы үй дегені ол жылжымалы, яғни жүріп жоқ болады екен. Спицки пышақтарды көріп таңғалады. Джеки мен Конор екеуі ауруханадан оралғанда үйлерінің алдында адамдар мен полиция толып жүргенін көріп, түсінбей жақындайды. Спицки оған айтып, ол көліктегі сөмкені көреді. Кейін жолда Алектерді күтіп алған кезі қолында жасыл пышағы бары көрсетіледі. Яғни осыған дейін балаларды ұрлап өлтірген педофил Грег болып шығады. Түрін есіне сақтап алған Алек не үшін осы үйге кіргенін түсінеміз. Оны жедел жәрдемге салып, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.